Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Менің атым Әлім Төлегенұлы, мен коучпын. Бүгінгі мына қысқа роликта сізге танымалы және өте маңызды коучингте қолданатын бір тәсілді үйреткім келеді, көрсеткім келеді. Оның аты матрица, Эйзенхауэрдің матрицасы. Эйзенхауэр деген бұл кезінде Америка құрама штаттарында 34-ші президент болған. Оның үстінде танымалы әскер қайраткер болған, генерал болған. Осы құралды өзі ойлап тапқан. Оның идеясы қандай? Идеясы оның былай. Адам көп заттары бар, көп нәрселері бар, істері бар істейтін. Бірақ адам білмейді, қайсын жасау керек бірінші, қайсын кешіріп жасау керек. Сондықтан барлық өзін жасайтын, ойлайтын, алдына қоятын жоспарлар, істерді төрт бөлікке бөледі. Біріншісі ол шұғыл және маңызды. Екіншісі маңызды, бірақ шұғыл емес. Үшіншісі шұғыл да маңызды емес. Төртіншісі шұғыл, бірақ маңызды емес. Сонда мына шұғыл маңызды заттарды бірінші орында жасау керек. Бұны ертеңге қалдыруға болмайды. Маңызды, бірақ шұғыл емес заттарды, нәрселерді оны жоспарлау керек. Асықпай, бұған өзінің бұған өте өзі көп назарын бөлген. Өйткені әрбір жақсы істі асықпай, жайлап, ойланып, жоспарлау керек. Үшінші, шұғыл да маңызды емес. Бұны өзіңіздің алтын уақытыңызды жоғалтпау үшін бұны тізімнен шығаруға да болады. Төртіншісі, шұғыл бірақ маңызды емес, бұны басқа адамға тапсыруға болады. Осы методиканы қолдансаңыз, сіз өзіңіздің алдыңызға қойған әрбір мақсатқа жетесіз де, өзіңіздің уақытыңызды жоғалтпайсыз. Қолданыңыз. Назарыңызға көп рахмет. Көріскенше күн жақсы болсын. Салам алейкум.